Bir ana özünün balasına жылап atır deydi. Balam, balacanım, seni 9 ay көтердім, бірақ еш қиыншылықты сезбегенмін. Қанша қиыншылықтар болды, бірақ сезген емеспін. Seni дүниеге келтіретін кезде маған, sen bu баланы туатымсың өліп қаласың деп айтып еді. Сонда мейлі. Мен ғой 5-6 күн өмір сүрдім. Енді балам да 5-6 күн өмір сүрсін. Мен өлуге разымын. Бірақ баламның өмірін Алла ұзақ қыл деп seni дүниеге келтірдім. Көзімді ашып қарасам, қап-қызыл ет, sen жылап тұрсың. Seni құшағыма алып, саған өзімнің аналық сүтімді бергенмін. Сонда bir ölümge бас тігіп, seni дүниеге әкелдім. Seni емізген уақытымда Аллахтан сондай бір жалынып, жалбарынып сұрайтын, Аллахым, осы баламды ауыртпағын, өсірген, өндірген деп көп дұға қылатынмын. Alhamdulillah, Аллах сенің өміріңді ұзақ қылсын. Sen мектепке барған уақытта менден бақытты адам болған жоқ. Дұрыс, енді қазір барлығы бар ғой, бірақ сол кезде саған кигізген ақ көйлегім, қара шалбарым әлі осы күнге шейін есімнен кетпейді. Seni kiyindirіп мектепке алып бардым. Sen мектепте оқыдың. Sen 10 жыл оқыдың. 10 жылыңда мен саған көп дұға қылдым. Балам, енді жан бар жерде қаза бар. Бұл дүние уақытынша екен. Менің де өтер уақытым кеп қалды ау. Бірақ білесің бе, ертең мен өлсем, мені сондай бір жерге апарасың. Ол есігі жоқ, тесігі жоқ болған мұздай қабірге. Мен саған иненің кіруінде қалаған емеспін. Seni шамалдадыдан қорқып Аллахтан сұрағанмын мен. Бірақ білесің бе, сен мені мұздай жерге апарып қоясың. Ол жерде көрпе жоқ, жастық жоқ, шырақ жоқ. Сонда бір қараңғы жерге мені тастап кетуге сенің жүрегің шыдайды ма? Бала шыдай алмастан, анашым, өйтіп айтпаш, не істеймін, бұл ақыр Аллахтың тақдыры ғой. Барлық адам осындай жерге жайғасады ғой. Мен не істеуім керек? Не істей алам десе, балам, дұрыс білем. Ол жердің жарығын мен саған айтайын. Ол жердің жарығы Мүлік сүресі. Sen dayınsın ba. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Mülk suresi. Kabirдің жарығы. Балам, дайынсың ба? Жан бар жерде қаза бар. Бәрімізге бір өлім хақ. Осы Садуғас қарағамыздың anasına, Қаж апамызға мен хадым Құран түсіріп, о кісіге дұға қылдым. Әлбетте арқасынан қари баласы бар, молда баласы бар. Алла қабірін жарық қылсын. Біздің әр қайсымызда ата-ана бар. Әр қайсымызда ата-ана бар. Сол ата-ананың тірілік күнінде қызметін қылып, өлгеннен кейін арқасынан дұға қылып тұруды Аллах бізге нәсіп етсін. Мені келіп отырсыз ағайын, біреуіңіздің ата-анаңыз бар шығар, Аллах өмірін ұзақ дені сау қылсын. Бірақ біреуіңіздің ата-анаңыз өткен, тірілік күнінде жақсылық қыла алмадыңыз, қызметін қыла алмадыңыз, неше түрлі ауру сөз айтып қойдыңыз, неше түрлі қабағыңызды салып отырдыңыз, оның жүрегін ауыртып қойдыңыз. Бірақ енді олар қабірде.
Olarga ne жақсылық qildingiz? Ne жақсылық qilib жатырмыз? Allah subhanahu wa ta'ala ata-analarımızla ötkenden öz rahmetine alsın. Tire ata-analarımızın ömür yaşını uzak, deni sağ olsun. Olarga hizmet kılıda Allah bizge nasip etsin. Olardan razılığını alıda, batasını alıda Allah bizge nasip etsin. Amin. Sebebi şokolad, kompet bilan bağıb atkan bala var. Hech kim akasini, şeşesini kuniga azanda mehmonlikqa aparib akelolmaydi. Hech kim akelolmaydi. Allah haq narsa. Biroq kuniga balangni baqchaga aparasan, mashinaga mingizib olib. Kuniga. Olta sening aka sheshing edi. Bir yerga mehmonlikqa aparsang o'g'ri keladi. Bir yer bara berenba deysan. Biroq ol da seni osonchalik xizmat qilib, o'sha darajaga yetkazib edi. Sol ata-onaning qadrini bilaylik ag'ay. Ata-onaning qadri hozirgi vaqtda biz ko'p aytamiz, nelikdan ata-onaning qadri qolmay yotir. Men ko'p namozxon yigitlarni ko'rib, ko'p renjidim, ko'p xafa bo'ldim. Meylani alqash renjisi meylekin, biroq ne bir namozxon yigitlar aka sheshesini renjitib, xafa qilib, kimda kim aka sheshesin renjitetin bo'lsa, onun namaz emas. Orazası emas. Qilgan sadaqati bekir. Qilgan qajılığı da bekir. Sebebi ata-ana razı, Allah razı.